Баяғыда бір патша баласын медресеге беріпті. Баласы ұстазды тыңдамай еркелікке басыпты. Патшаның баласы болғандықтан ұстазда балаға қатты сөйлеуге қаймығып, шарасыз халге түсіпті. Бірақ шәкірт аманат болғандықтан ұстаз шыдамы таусылып, патшаға барып жағдайды жеткізеді. Патша әрі ойланып, бері ойланып, бір шешімін тауып ұстазға ойын айтады. Ұстаз алғашында бұл шешімге шошып кетсе де, патшаның дегеніне көнеді. Келесі күні дәріс үстінде бала тағы да еркелігіне басып, ұстазды тыңдамай келеме жығылады. Дәл сол сәтте есік қағылып, патша есіктен басын соғып ішке қарайды. Алдын ала келіскендей, ұстаз патшаға дүрсе қойып, айғайға басады. «Шық кәнекей, көрмеймісің? Дәріс өтіп жатырмын» деп. Патша болса мүлейімсіп кешірім сұрап, шығып кетеді. Мұндайды көрген патша баласының аузы ашылып, көзі бақырайып кетеді. Сол күннен бастап ұстаздың айтқан екі етпейтін үлгілі шәкірті болыпты. Осылайша баласының тәрбиесін, ұстаздың абыройын өзінің патшалығынан да маңыздырақ жоғары санайтын патша дегеніне жетіпті.